Assalamualaikum dostlar. Sizler men blogger Marshall және мен Маслимия достар. Бүгін біз қарапайым адамның өмірін түсіреміз. Достар, мен алдыңғы серияда мен ана үйімді саттым да, мынандай состығынды үйімді алдым достар. Және де аңғараңыздар, қап-қараңғы қылып не істеп қойдым, және де мынау кеше тастап кеттім ғой, есімнен шығып кетті достар. Ол енді достар. Мынау менің әдемі состығынды үйім, мына қасындағылар бассейн. Енді достар, мен может быть мынау сатып алам ба деп жүрмін, неғып десеңіздер, қараңыздар достар. Мынаның ішінде ақшам көп енді. Достар, енді мынау үй қанша тұрады екен? Қанша деп ойлайсыздар? Мүмкін мен бутылка жинайын ба деймін да. Деп ойнайтам, бірақ мен бомж емеспін ғой. Бірақ мына жақта осы бір бомж тұрады, соған барып ақша сұрап көрейін ба десе. Бірақ ол бомж мен ақшам қалай көбейді десеңіздер, мен ана үйімді саттым, және де тағы да бір ай өтті ғой достар. Ойлаңыздаршы, бір айда қанша ақша табамын мен деген. Немесе мен бизнес ашайын ба достар? Неғып ойыма келмеген? Ну достар, бизнес ашамау деймін, по-моему. Қайтаға ақша табам, керек десең ана үйді сатып алам. Енді білмеймін. Сәлем жедел, мынау сенікі ма? Мынау үй? Йо, менікі. Не қылды? Шин андай көріп шығайыншы. Әдем деп атыр етті. Достар, мынау әдем ғой. Пустой, жұмысшылар көп екен ғой. Жұмысшылар көп қой. Мына жақта не бар? Көп нәрсе бар достар. Енді осы біздің ауыл. Бір бомж тұрады, енді сол бомжды тауып алайын ба достар? Ұрт тастайым қайтаға. Мен дубинам бар. Бомждардың атпаймшы, менші. Достар, сіздермен болған блогер Марсель. Бақтарыңызға пока-пока, чау. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз.